Баршаңызға сәлем, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сірне тағамын дайындайтын боламыз. Негізі сірне тек еттен ғана жасалады. Қазіргі уақытта картоп және гүлханым қосып, әсемделіп жасалып жүр. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Алдымен етімізді қызып тұрған сұйық майға жақсылап қуырып алатын боламыз. Негізі қойдың құйрық майымен өте дәмді болып шығады. Менде құйрық май болмағандықтан осылай сұйық майға қызарғанша қуырып алдым. Дәміне қарай тұз, кез келген жаңағы өздеріңіз қалаған дәмдеуіштерді және мен паприка қостым. Мен арнайы қуырдаққа арналған дәмдеуішті қостым. Егер сіздерде құйрық май болған жағдайда қызып тұрған табаға құйрық майды салып, оның үстіне етті салып, тек бұқтырып пісірсеңіздер де болады. Енді мінекей видеода көріп тұрғандарыңызда етті қызартып қуырып алдым. Енді оның үстіне туралған пиязымызды қосып, тағы да қызарғанша қуырып алатын боламын. Енді пиязымызды да қызарғанша қуыратын боламыз. Пиязымыз қызара бастаған кезде қалауларыңыз бойынша сәбіз немесе болгар бұрышын қосып қуырсаңыздар болады. Мен қызыл тәтті болгар бұрышын қосып қуырдым. Ол міндетті емес. Егерде қызыл болмаса көк болгар бұрышын қоссаңыздар да болады. Мүлдем қоспасаңыздар да болады. Ол өз еркілеріңізде. Барлығын 1-2 минуттай тағы да қуырып, шамамен 150 грамдай су құйып, қақпағын жауып бір қайнатып алып, баяу отта шамамен 2-3 сағаттай бұқтырамыз. Сол кезде етіміз жұп-жұмсақ, өте дәмді болып піседі. Ал сол аралықта біз енді гүлханымның қамырын илейтін боламыз. Ыдысқа су құямыз, тұз саламыз және жұмыртқамызды саламыз. Сұйық май қосып, жақсылап сұйық массаны араластырып, алдын ала елеп қойған ұнымызды шетінен қоса отырып, қамыр илейтін боламыз. Алдымен осылай қасықпен араластырып, одан кейін қамырды қолымызбен илейміз. Бұл универсал қамыр, кез келген ет тағамына, немесе мантыге, немесе пельменге де осы рецепт бойынша илесеңіздер болады. Қамырды илеп болғаннан кейін салафанға салып, 15-20 минуттай тынықтырамыз. Қамырды әбден июін қандырып барып жайсаңыздар, сол кезде қамырларыңыз өте керемет жайылатын болады. Енді қамырымыздың июі қанғанға дейін салмасын дайындаймыз. Сәбізді теркадан өткізіп, пияз бен картопты ұсақтап турап, дәміне қарай тұз, бұрыш және сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Негізі сәбіздің орнына асқабақ қосып дайындасаңыздар да болады. Барлық құрамын, яғни ингредиенттерін мен төменге описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Сол жерден қарап жасасаңыздар да болады. Келесі кезекте қамырды 2 бөлікке бөліп, оқтаудың көмегімен шетін баса отырып, жұқа етіп жайып алатын боламыз. Құрметті қыз-келіншектер, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да көптеген керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырды жұқа етіп жаямыз. Енді осы қамырды өлшемін ұзындығы 50-55 сантиметрдей, енін шамамен 10-12 сантиметр етіп кесіп алатын боламыз. Өз қалауларыңыз бойынша қысқа етіп кессеңіздер де болады. Енді салмасын салып, гүлханымның формасын жасаймыз. Өте оңай жасалады. Дәл видеодағыдай жасасаңыздар болғаны бәрі түсінікті деп ойлаймын. Қамырды орап, кәдімгі гүлдің формасын жасаймыз. Орап болған соң шетін астына қарай қайырып жібереміз. Негізі өте оңай жасалады. Осы қамырды 2 бөлікке бөліп, кішкентай гүл етіп жасасаңыздар да болады. Ары қарай барлығынан дәл осылай гүлханым жасап шығамыз. Осы уақытта мантаваркаларыңыздың ыдысына су құйып қайнатып қойды ұмытпаңыздар. Ыдысқа май жағып, гүлханымды орналастырып пісіреміз. Менде осы қамырдан 2 табақ гүлханым шықты. Гүлханымды 45 минутта пісіреміз. Ал оған дейін біз картопымызды дайындайтын боламыз. Картопымызды орташа етіп турап, қайнап тұрған суға салып жібереміз. Қайнағаннан кейін 3 минуттан кейін сүзіп аламыз. Бөлек ыдысқа сұйық май, тұз, кез келген дәмдеуіш және куркума салып, барлығын жақсылап араластырып, сүзіп алған картопымыздың үстіне құйып, жақсылап видеодағыдай араластырамыз. Одан кейін противеньге салып, қызып тұрған 180 градус пеште 30-35 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Еш қиындығы жоқ, ерекше әрі өте дәмді болып шығады. Сондықтан да дәл осы рецепт бойынша жасаңыздар. Мінекей осылай қақпағын жауып жақсылап араластырып алыңыздар. Енді противеньге салып, қызып тұрған 180 градус пеште
30-35 минут шамасында пісіріп аламыз. Мінекей барлығы дайын болды. Енді тарелкамызға алдымен картобымызды орналастырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай картобымыздың өзі өте аппетитный болып тұр. Енді мінекей жұмсақ болып піскен етімізді орналастырамыз. Езілмей өте керемет болып пісіп шыққан гүлханды бетіне әдемілеп орналастыратын боламыз. Одан кейін еттің түбіндегі сорпамызды бетіне құйып, кез келген оформлениямен ұсына берсеңіздер болады. Мен ақ пиязбен, көк пиязбен сәндеп шықтым. Міне осымен сірнеміз дайын. Дәл қазіргі Рамазан айында ауызашарға таптырмас ерекше дәмді тағам, сондықтан да міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Енді осы тағаммен қосып жейтін салат дайындаймыз. Бізге қияр, қызанақ және редиска қажет болады. Қалауларыңыз бойынша көк пияз, сарымсақ қосып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Мінекей осымен салатымыз дайын. Барша мұсылман қауымын Рамазан айымен құттықтаймын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған Айнұр. Міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.